Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен банафи пай пирогын жасайтын боламыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге ең алдымен сары май керек. Сары майымыз міндетті түрде мұздатқыштан шыққан болу керек. Осындай үккішпен үгіп аласыздар, жақсылап. Егер де май қатып тұрса, үккіштен жақсы өтеді. Енді бірденнен ұнымызбен қопсытқышымызды саламыз. Ұн міндетті түрде електен өткізілген болу керек. Осылай барлығын бірденнен саламыз. Екі қолымызбен жақсылап осылай ұн мен майды біріктіреміз. Осы массаға қант пен тұзымызды саламыз. Қант пен тұзды салып, біркелкі етіп қолмен араластырып шығамыз. Енді бір жұмыртқаның сарысын саламыз бірінші. Кішкене араластырамыз, осылай қамыр илейміз. Осылай араластырғаннан кейін екінші жұмыртқаның сарысын салып, бірденнен араластыра берсеңіздер болады. Осылай қаттырек басып илей берсеңіздер, қамыр шығады. Осындай қатты жұмсақ емес, қатты емес қамыр болады. Қамырымызды 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Міне қамырымызды шығардық. Мен бірденнен осы формаға пергамент бумагасын салып қойдым. Сіздер тек қана астына салсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызша пергамент бумагасын төсейсіздер қалаған формаларыңызға. Және менде форманың диаметрі 24 см. Осылай қолымызбен жақсылап жайып шығамыз. Мен бортигін қатты жоғары көтерген жоқпын. Астында қатты жұқа етпеңіздер. 180 градуста 15-20 минутқа пісіріп алыңыздар. Бортигі қызарған кезде ала берсеңіздер болады. Енді кремімізді дайындап қоямыз. Кремге сливки 33% және де творожный сыр және кішкене қант ұнтағы керек. Барлығын бірден салып, осылай миксердің жай жылдамдығынан бастап, жылдамдықты көтере отырып, біркелкі крем пайда болғанша араластырыңыздар. Жақсылап араластырамыз. Крем форманы ұстап тұра алатындай осындай болуы тиіс. Жақсылап араластырғаннан түйіршікте ештеңе де қалмайды. Суып дайын тұрған коржымызға вареная сгущенкамызды саламыз. Бір сгущенканың барлығын салмай қойыңыздар. Кішкене сынған алып қалыңыздар, себебі біреуі тым көп болып кетеді, одан кейін қатты тәтті болып кетеді. Осылай шешетін барлығына жағып шығамыз. Екі бананды осылай қиғашынан осындай қалыңдықта турадым. 24 сантиметрге 2 банан тура жетеді. Осылай бетіне жақсылап біркелкі етіп қойып шығыңыздар. Мен кремге осындай насадка пайдаландым.
осылай бетіне біркелкі бірдей етіп осылай жағып шықсаңыздар әдемі көрінеді. Осылай барлығын салып шығамыз. Кремімді салып болдым. Бетін әрлеу үшін күштен өткізілген осындай шоколадты бетіне септім. Сіздер какао сепсеңіздер де болады, немесе мүлдем сеппей ақ қойсаңыздар да болады. Пирогтың өзі онсыз да креммен әдемі көрінеді. Мен әсемдеу үшін құлпынайды осылай кесіп қойдым. Сіздер бар болса қойыңыздар, жоқ болса қоймай қойсаңыздар да болады, онсыз да өз дәмді болады. Менің рецебіммен дайындап көріңіздер, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.